кредитке қарызға кіріп кеттім, белшемнен баттым, балам ондай, балам мұндай деп айта береміз. Бірақ кредиттен бәрінен алып шығатын жол бұл өзімізге жауапкершілікті мойынға арту, Аллаға ниет ету, сосын іске кірісу. Бізге ешкім келіп тосыннан көмектеспейді, супермендер жоқ, кредиттен құтқарады. Оның бәрі өтірік кезінде болды ондайлар. 30%-ін маған төле, 100% жауап берем деген. Оның бәрі далада қалды, өтірік айтты, талай адамдар бізге келіп ақшасын қайтара алмай жүр. Сонымен ең бірінші супермен бұл кредиттен құтқаратын өзіміз. Бүкіл кредиттен құтылу үшін бәрін тізімдеп, мынандай құжатқа бәрін жазып алайық. Сосын сол бойынша қарызымның мөлшері қанша екенін көріп алдық. Енді соған кірісеміз, етек-жең жинаймыз. Бай болып, өзінше болып, жұрттың алдында керемет болып көрінуді қойып, таза өзіңнің өміріңе сәйкес шынайы өмір сүруге кірісу керек. Болмайтын жерлерге, мысалы үшін, мен көрдім өзім, қарызға батып, белшесінен батып біздің клиенттеріміз өзі. Сөйтіп жүріп, біреулердің туған күніне қарызға тағы да алтын жақұттар алып апарып берген. Сол апарып берген жақұттарымен, сол қарзымен ол бірнеше кредитін жауып тастаған болар еді. Бірақ көрдіңіздер ме? Бізге негізі ойлану керек, үнемдеу керек. Бүкіл кредитіміздің қарызының мөлшері қанша екенін білуіміз керек. Ешкімнің бізге тосыннан келіп көмектеспейтінін түсінуіміз керек. Бұл кредитке, бұл қарызға кіргізген өзгелер емес, билік емес, үкімет емес, президент емес, өзің ғана, өзіміз екенін түсінуіміз керек. Сосын біз бұл кредиттен құтылатынымызға сенуіміз керек және құтыламыз. Сөйтіп күш жинап, жаңа табыс көздерін анықтап жұмыс істеуіміз керек. Кредит проблема емес. Кредит қайта керісінше бізге осы проблемамен шыңдалып, жігерімізді шынықтырып, күресіп тіпті тамаша кәсіпкер болып кетуге мүмкіндік беретін тамаша трамплин. Ондай оқиғалар бар. Бізге 150 миллион теңге қарызға кіріп кеткен, алып кеткен ақшаларын сөйтіп алданып қалған. Ол адам қазір кәсіпкерлік ашып, үлкен бизнесті дөңгелентіп отыр. Таза мүмкіндік. Мысалы үшін бір оқиға бар. Бір кісі үлкен ранчо сатып алады. Енді ол ранчода мал өсіріп, егін егіп, тамаша бір ауыл шаруашылық өнімдерін өндіріп жұмыс істегісі келеді. Бірақ барса, ол жерде жылан пайда болады. Ол жерде енді егуге де, мал шаруашылық жүргізуге де мүмкіндік пайда болмайды. Жылан өте көп. Не істейді ол кісі? Мұндай жағдайда оны сатып жіберіп, ойбай мен біттім, ақшам бәрі далаға кетті деп қайғырмай, жылан фермасын ашады. Жыланның етін сатуға болады екен, жыланды келіп көрсетуге болады екен, жыланнан түрлі дәрі-дәрмектер алуға болады екен. Осының өндірісін ашып жіберген. Сөйтіп миллиондаған қаржының иесіне айналып отыр. Сол ғой мүмкіндіктерді, проблемаларды өзіміздің мүмкіндікке айналдыру керек. Осыны біліп жүрейік ағайын.